Шайтанның Аллахтан қалаған нәрселері. Хазіреті адамға сәжде жасау бұйрығына қарсы келуіне байланысты Аллахтың құзырынан қуылған шайтан Аллахтан адамдарды аулай алатын күшті бір тұзақ сұрайды. Алла тағала оған алтын, күміс, гауһар, аттар көрсетіп, адамдарды осылармен аулауға тырыс дейді. Бұлар ібліске ұнайды, бірақ әлі де жеткілікті деп санамай, қайтадан жалынып, басқа нәрселер сұрайды. Аллах оларға қосымша майлы, балды тағамдар, сусындар, әшекейлі жібек киімдер көрсетеді. Шайтан бұларды да ұнатады, дегенмен оларды жеткіліксіз деп санайды. Ей көркем көмекші, тұзақтарыңды көбейте түскейсің дейді. Алла бұл жолы ішімдік ішіліп, сырнай шалынатын, адамдар мас болатын думандарды көрсетіп, адамдарды осылармен алдауға тырыс дейді. Шайтан қатты қуанады, бірақ әлі де қанағаттанбай, «Я Раббым, бұл бергендеріңмен адамдардың біразын алдап, өзімен бағындыра аламын, бірақ мен одан да күшті тұзақ, жіп қалаймын, маған көмектес» деп жалынады. Ұлы Алла соңғы рет еркектерді ақылы мен сабырынан айыратын әйел сұлулығын көрсетіп, олардың да өз сұлулықтарын көрсетуге құштар болатындығын білдіргенде, шайтан күліп қуанышы қойнына сыймастан, «Енді болды, мақсатыма жеттім. Аз ғана адамнан басқа ешкім бұл тұзақтан құтыла алмайды» дейді. Бүгінгі дұға: Аллахым, нәпсімнің сараңдығынан, ысырап пен күмәннан сақтай көр.